Осындай ерекше паноны өз қолыңызбен жасағыңыз келеді ме? Онда бізбен бірге болыңыз. Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Гүлжанар. Бұл паноны қазіргі тренд болып жатқан эпоксидная смоладан жасайтын боламыз. Ол үшін бізге диаметрі 20 сантиметрлік планшет қажет. Ең алдымен планшеттің шеттерін армированный скотчпен қатты тарта отырып жабыстыратын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай скотчты шеттеріне шығармай аккуратно жабыстырып алыңыз. Бұл планшеттің бетіне смола құйған кезде астына ағып кетпеуіне көмектеседі. 20 сантиметрлік планшетке бізге 46 грамм смола мен 23 грамм отвердитель қажет. Смолаға көріп тұрғандарыңыздай қара краситель және қара түсті шиммер қостым. Барлығын асықпай жақсылап араластырып алыңыз. Таяқшаның көмегімен смоланы баяу араластырыңыз. Сол кезде пузырькилар көп шықпайды. Смолаңызды планшетке құйып, оны қолыңызбен аккуратно жағып шығыңыз. Енді осындай мини горелканың немесе қарапайым баллоневый горелканың көмегімен пузырькиларын шығарып алайық. Ол үшін горелка менен смоланың бетінен ақырындап жүріп өтіңіз. Сол кезде арасында қалып қалған ауалар жарылып, қайтадан сыртқа шығады. Құйып қойған бірінші слойыңыз кемі 20 сағат құрғауы қажет. Ендігі кезек тастарында. Ол үшін 10 грамм смола, 5 грамм отвердительді араластырып дайындап аламыз. Дайын болған смолаға алкогольный чернила қара түсінен және кофейный жидкий пигменттен қосып араластырып алдық. Енді оған стеклянная крошкаларымызды салып, жақсылап араластырамыз. Боялған тастарды планшетке өзіңіздің қалауыңызша қойып шығыңыз. Менің жағдайымда бұл ай тәріздес. Енді ортасына қажетті деген шамаилді жабыстырыңыз. Мен калиманы таңдадым. Ол үшін надписке двухкомпонентный клейден кішкене жағып шығамыз. Енді бұның бетіне екінші слой, яғни финишный слой смоламызды құямыз. Ол үшін тағы да 46 грамм смола, 23 грамм отвердительді араластырамыз. Финишный слойдан кейін картина 1 сутка тұруы қажет. 1 сутка өтті. Енді біз оның шетіндегі жабыстырған армированный скотчты тазалаймыз. Ол үшін газовая горелкамызды арасында қолдануымызға болады. Кенсе пышағымен қалып қойған қалдықтарын тазалап шығыңыз. Енді шеттерін жидкий патальмен бояуға да болады. Ол үшін бізге жидкая паталь және кисточка ғана қажет. Еш жеріне ағызып тамызып алмай, аккуратно бояп шығыңыз. Сонымен паномыз дайын болды. Оны подставкамен комодтың үстіне қойсаңыз, әдемі көрінеді.